Қызығы Жапонияда 100 жыл өмір сүретін 4000-ға жуық компания бар екен. Ең ұзақ компания Японияда осы 2012 жылы жабылған екен де. 1400 жыл бойы өмір сүрген атадан балаға беріліп отырған. Ол сол Жапонияның ағаштан өңдеу, жаңа оларда шатырлары, өздерінің архитектурасы. Соны ағаштан өңдейтін бір компания екен. Қолмен 1400 жыл нарықта өмір сүрген не деген мышление. Жапон халқының ерекшелігі, олар кәсіпті жасаған кезде олар тез өсуді қаламайды. Олар жұмыс істеп тұрған клиентімен ұзақ жұмыс істеуді қалайды. Олар барынша өнімін стандартты түрде біркелкі шығаруды қалайды. Олар қазір кәсібіне көп клиентті алып келіп алып, олардың наразылығын алып кенше, одан қайта қазіргі істеп жүрген 50 клиентін риза қылып, ол кәсіп өзінің баласына, одан кейін немересіне нарықта ұзаққа өмір сүргенін таңдайды. Бізге осына жетіспейді негізі. Біз ұзаққа көздеуіміз керек та. Біздің компаниялар кем дегенде 50 жыл өмір сүретін компания құрайықшы. 50 жыл өмір сүретін компанияны құру үшін не істеу керек? Компанияның стратегиясы менің қажеттілігімен байланбау керек та. Бізге осы нәрсе жетіспейді. Біз тез байығымыз келеді да. Біздің мақсаттарымыз да, армандарымыз да өте жылдам, тез болып кетеді.